Өткенде бір жас келіншекпен сөйлестім. Семьямыз бұзылып бара жатыр, анау мынау, енді кішкене біреудің семьясын болсын алып қалуға көмегіміз тисе дейміз да, енді біз байқұс ақылымызды тыңдаса, әрине. Әй, не болды, не жағдай? Екеуміз қол ұстасып ешқашан паркте жүрген емеспіз дейді. Ой, Алла, әй, мынау сенің ажырасатын дүниең ба десем, деп жылайды. Сенің есің түзу ма дедім. Кім паркте жүр екен? Байымен қол ұстасып паркте жүрген есі дұрыс емес, таза. Оның шәреге кем. Қазақтың қатындарын қайсысы байымыз паркте жүр екен? Мынауың ажырасатын нәрсе ме айналайын-ау? Жындымысың сен, таза кішкене шәрегің кем ба сен? Бар жоғал, айналайын. Саған ақыл да қонбайды андағы түрмен. Қуып жібердің. Рас, осы әңгіме ма енді? Паркте жүрмедім деген не бәле? Қайдан шықты ол? Ол әр нәрсені оқып ана көдесуде. Байымен қол ұстасып жүрмесең, судай тасымасаң, бұл не өмір деген бірдеңе оққан ғой. Қарамайсың ба? Біздің жастарды қазір бар ғой, шешесі емес, мына телефон тәрбиелеп отыр. Қайдағы жер? Сен қазақсың ғой. Сен басқа ұлт емессің, паркте қол ұстасып жүріп, кешке дейін гүл алатын. Сен қазақша бақытты болмайсың ба? Сен оның бәрін өзгермейді ол. Не қыласың өзгертіп? Өзің жаныңа жақын, нормальный дүниемен бақытты болсайшы. Жоқ, басқа болып кете алмайсың ғой, құрбаққа бақашаян жей алмайсың ғой, ет жейсің ғой. Сол сияқты ғой бақытың да сенің. Жаңалықтарыңыз бар, ауа райы қалай? Қыс келді деп қоям, жаңбыр жауып жатыр, көктем болып. Құстар шықылдай не? Құдай самасын, не көріп жатырмыз? Талдар бүршік атып бастап жатыр әуелі. Мейлі енді қойшы, ана айтатынымыз ауа райы, ішкен жеген көдей сөйдей әйтеуір. Жалғыз адамның шай ішкені құрсын. Жолдасым шығып кетіп еді, жалғыз өзім қап шай ішіп отырмын. Адам тегі деймін. 10-15 жыл отасқаннан кейін күйеуінің өзінің сыңарың болып қалады екен ғой, егіз болып қалады екенсің ғой. Орыстар бекер айтпаған, муж и жена одна сатана деп. Жайлап екеуің кәдімгі ойың да бір, бағытың да бір, әңгімең де бір, бәрі бір болып қалады екен. Олар да соған үйренеді екен. Отыра қалсаң бітті, әңгіме айтсайшы дейді. Бір-екі күн ұрысықпасаң, өлә, қазақ бекер айтпаған ғой. Бір күнгі ұрыс 40 күнді берекені кетіреді деп бекер айтпаған. Рас ей. Бір ұрысып қалып, бір күн, 2 күн сөйлеспейін десең, бүткіл тіршілік қалайын деп тұр ғой. Өлә, анау бар еді, мына тірлік бар еді, мынаны ақылдасу керек еді, той бар еді деп ойланып, ақыр соңында сөйлесесің. Тіршілік үшін сөйлесесің, амалың жоқ. Соған дейін жетіп алсам мына жастаршы. Сенен кейін қала береді, ұрыс өкпелеу, 2 күн анау бүйтті, мынау бүйтті, деп қалдым, боқтап кетіп еді, жылап қалдым деген әңгіменің бәрі қалады, оның бәрі ағымдағы дүние болып қалады. Ол да біледі, бірақ құр кеудесі жібермей, еркек қой, намысы жібермей, ар бер, кердеңдеп жүреді, нәскиін таппайды. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше депті ғой. Ана тіршіліктің бәрінің берекесін алмай, бір ренжісіп қалғанда құрсын арғай сөйлеп кетіңдерші қатындар. Сазарып жүріп ағам жақсы емес.